Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Бізде бүгін өте маңызды видео болды. Не десеңіздер, жаңағы ВКонтакте желісін шулатып жатқан лист стикер. Мен әрине сендер үшін түсіріп отырмын, сіздер бұндай жағдайға душар болмаңыздар. Лист стикерін шығарған адам, жалпы негізінен естеріңізде ме, кезінде Синий кит ойынымен бүкіл Қазақстан, басқа да тмд елдер шулаған болатын. Осы лист стикерлерін шығарған адам мен Синий кит ойынын шығарған адам екеуі бір адам. Синий кит ойынын шығарған адамның есімі немесе тегі лист деп аталады екен. Осы қазіргі ВКонтакте желісін шулатып жатқан лист стикерлерінен кейін жаңағы сол адам түрмеге отырды. Оған дәлел мына бір видео. Қазір ВКонтакте желісінде лист стикерлері бар. Олар ең бастамасына сізге 4 стикер береді. Әрмен қарай стикерлерді тегінге бермейді, не болмаса сатып алуға да болмайды. Оның айтуы бойынша тек қана сен тапсырмаларын ғана орындап аласың. Оның тапсырмасы бойынша сен олардың стикерлерін әр айтқан тапсырмасын историяға түсіріп салып отырасың. Мысалға, мына бір. Және де ол кейін келе тапсырмаларын әр қарап бірінші күнгі тапсырмасы, екінші күнгі тапсырмасы, үшінші күнгі тапсырмасы. Оның ең соңғы тапсырмасы ол мынадай. Мен сені алдамаймын, сен кішкене ғана қолыңның вена тамырларын кесіп, историяға салшы деп айтады. Сен маған сенесің ғой дейді. Осының салдарынан көп адамдар, мысалы қазіргі таңда Синий кит ойыны секілді жоғарыдан өзін-өзін өлтіру, немесе өз-өзін тастай салу, суицид ауруына әкеп соқтырады. Сол себептен мен осы видеоны көріп отырған құрметті көрермендер, сіздер сақ болыңыздар, бұл жағдайға душар болмаңыздар.